YouTube арқылы 2 айда мынандай Lexus алуға бола ма деген сұрақ. Әрине болады. Егерде сіз бір мамандықта 5 жылдан артық жұмыс істеп, айына 500 мың теңге таппасаңыз, ол уже өміріңізде бір нәрсені өзгерту керек деген сөз. Енді оған бірден бір жолы әрине YouTube. Қазір өздеріңіз білесіздер, YouTube арқылы бай болып жатқандарда, үй алып жатқандарда өте көп. Сәлем құрметті көрермендер мен ютуберлер. Менің атым Мейрамбек, Мейрам киностудиясы YouTube каналының авторымын. Менде қазір 5 канал жұмыс істеп жатыр. Оның біреуінде 1 миллион подписчик, екіншісінде 200 мың подписчик. Және де маған осыдан 6 жыл, 7 жыл бұрын сен YouTube арқылы ақша таба аласың, сол арқылы үй аласың, сол арқылы машина аласың деп айтатын болса, мен әрине оған сенбес едім. Өткен оның барлығы маған бір ертегі секілді көрінетін. Ал енді арада жылдар өтіп, мен YouTube-пен айналысып, барлық инструменттерін үйреніп, сол арқылы ақша тауып жатқасын, мен енді смело айта аламын, YouTube арқылы ақша табуға әбден болады. Және сіздерге де айтарым, егер де сіз бір мамандықта 5 жыл бойы жұмыс істеп, айлығыңыз 100 мыңнан аспаса, онда сіз өміріңізде бір нәрсені өзгерту керексіз. Мақұл, айлығыңыз 200 мың болсын да, бірақ қосымша YouTube-ты жүргізе отырып, сіз одан да керемет жетістіктерге жетіп, керемет табысқа еге бола аласыз. Максим Роговцев деген YouTube автор бар, өзінің қыздарын, жай ғана қыздарын түсіре отырып, айына 200 мың доллар табады. Жай ғана әшейін бала шағасын түсіре отырып. Енді ол кісі туралы мен бөлек видео жасайтын боламын, және өзім сол кісінің қосымша тағы да сабақтарын сатып алайын деп жатырмын. Бізге кішкентай кезімізден бастап екі нәрсені миымызға әбден құйған. Ең біріншісі ол ақша қиын жолмен келеді, екіншісі ақша табу үшін көп жұмыс істеу керек деген. Сол бана программа миымызда қалыптасып қалған кәдімгідей. Және өсе келе де сол программа миымызға қалыптастырғанымыз соншалықты біз ақша табу үшін ең қиын жолдарды іздей бастаймыз. Ол үшін көп жұмыс істейміз, күн түн демейміз, базарда тұрамыз, немесе енді білмеймін. Дәл осы видео арқылы мен мақтанып жатқан жоқпын, біреуді кемсіту мақсатымен түсіріп жатқан жоқпын. Тек қана өмірлеріңізде бір өзгеріс ендіріңіздер. Негізі осыдан 5-6 жыл бұрын маған сен YouTube арқылы үй аласың, машина аласың, сол арқылы күн көресің, үлкен команданы қамтамасыз етіп отырасың деп айтатын болса, ол бір ертегі сияқты көрінетін маған. Ол қалай YouTube арқылы, интернет арқылы ақша табу деген бір фантастика ғой шын мәнісінде. Мысалы, көп адамда қарап отырып, өз көзіне сенбейді, құлағына сенбейді, пока өз сол арқылы жасап, алғашқы 100 долларын, 200 долларын алмағанша. Енді бұл блогта ютуберлер ақшаны қайдан табады, сол туралы айтатын боламыз. Және сіздер де қалай дамысаңыздар болады, сол туралы да айтып кететін боламыз. Және кез келген сұрақтарыңызды комментария қойсаңыздар, мен барлығына орынды сұрақтарға жауап берем. Осындай видео етіп, немесе сол комментарияға жауап берем. Сондықтан да сұрақтарыңызды еш ой алмастан қоя беріңіздер. 1 миллион 200 мың подписчиктен асып кеткен, общий подписчигіміздің саны. Құдайға шүкір, оның барлығы жай ғана простой инструменттерді қолдану арқылы. Және ең бірінші регулярность. Яғни аптасына 1 видео, 2 видео, 3 видео салу. Ең бірінші простой несі, сол арқылы сіз дамисыз, сол арқылы үлкен жетістікке жетесіз. Ал енді өзіміздің тақырыбымызға оралайық. Яғни ютуберлер ақшаны қайдан табады? Шын мәнісінде ютуберлер 3 жолмен табады ақшаны. Ең бірінші просмотр арқылы, ішіндегі рекламадан, және өзінің қызметін немесе тауарын сату арқылы. Ең бірінші пунктқа тоқтап өтейік, просмотрға. Қысқа айтайын, YouTube 1 миллион просмотрға 300 доллар береді. Бұл 1 миллион просмотр жинасаңыз 300 доллар береді. Бірақ банағыда өзінің ерекшеліктері бар. Біреудің музыкасын, біреудің видеосын қолданбау керексіз, тек өзіңіздің авторский контент болу керек. Одан кейін ол 1 миллион просмотр, ол бір видеоға есептелмейді. Ол бүкіл бана бір ай бойы қанша видео салдыңыз, 10 видео, 20 видео, 30 видео салдыңыз ба, соның бәрін қосып, солардың просмотрын есептеп шығарады. 300 доллар дегеніміз 40, 80, 120 мың теңге. Яғни айына 1 миллион просмотр жинайтын болсаңыз, сіз 120 мың теңге автоматты түрде YouTube-тан алып отыратын боласыз. Ол жай ғана көңіл көтеретін контент. Егер сіз білім беретін контент немесе банағыдай образовательный дейді ғой, образовательный контент беретін болсаңыз, бизнес контент беретін болсаңыз, ол сумма 300 доллар емес, 500-600 долларға шейін барады.
шын мәнісінде әлі де сіздерге ертек болуы мүмкін, или 1 миллион просмотр жинау деген бір фантастика болып көріну мүмкін да. Бірақ шын мәнісінде қазір мен айтайын сізге, күніне бір видео салып отыратын болсаңыз, және әр видеоңыз қазір мен сіздерге калькуляторға салып көрсетем. 1 миллион просмотр бөлеміз 30. Күніне бір видео салып отырдыңыздар, ерінбейше. Әр видеоңыз 33 мың просмотр жинайтын болса, сізге YouTube 120 мың теңге береді. Егер де шынымен сіздің ешқандай жұмысыңыз жоқ болып, не істеймін деп жүретін болсаңыз, жай ғана қызықты видеоны YouTube-қа сала отырып, сіз 120 мың теңге таба аласыз. Енді бұл жерде біз таңнан кешке шейін сіз YouTube-қа отырып алып видео түсіру деген сөз емес. Мен мысалы бір отырған кезде 3-4 тақырып түсіріп тастаймын. Ол 4 күн қатарынан шығып отырады. Тура солай сіз 2 күн уақытыңызды бөліп, күніне аптасына 2 күн уақытыңызды бөліп, күніне бір видео шығатын қылып қойсаңыздар болады. Басында ол 33 мың просмотр жинай алмайсыз. Дұрыс инструменттерді үйренем дегенше, басқа қылам дегенше ол 2 айда, 3 айда, 4 айда келетін опыт. Одан кейін ол жай ғана көңіл көтеретін контент. Ал егерде сіз білім беретін контент түсіретін болсаңыз, уже 11 мың просмотр жинасаңыз, былай жетеді. Әр видеоңыз 11 мың просмотр жинап, сіз өткен видеоларда айтқандай фудблогер болатын болсаңыз, механик болатын болсаңыз, басқа да бағанада мастер болып, әр видеоңыз 10 мың, 11 мың просмотр жинайтын болса, айына просто 120 мың теңге тауып отырасыз. Яғни бір сөзбен айтқан кезде 1 миллион просмотр $300 мен $500 арасында ойнайды. Одан кейін, және екінші түрі ютуберлердің ақша табатыны, ол жарнамадан ақша табады. Мысалы, сіз машина жөндейтін механиксіз, машина жөндейсіз. Яғни сіз машина жөндеу арқылы өзіңіздің көрермендеріңізге басқа YouTube каналдарды, немесе машиналардың запчастарын, арнайы сайттарды, любой нәрсені реклама жасайсыздар. Бірақ банадай казино, азартный ойындарды реклама жасамаңыздар, ол бәрібір каналыңызға береке алып келмейді. Және тағы да айтып кететін нәрсе, вообще реклама қалай белгіленеді? Егер де сіздің 100 мың подписчигіңіз болатын болса, бір рекламаға 40 мың теңге алады. Ютуберлер орташа есеппен біреулер 100 мың алады, біреулер 200 мың алады. Бірақ ең минимальный 40 мың теңге алады. Сіздің 100 мың подписчигіңіз бар, бір реклама салу үшін рекламодательден 40 мың теңге аласыз. Егер де сіздің 1 миллион подписчигіңіз болатын болса, рекламодательден, жарнама берушіден 400 мың теңге аласыз минимум. Енді оптим келісетін болады, оптим келіскен кездер болады, ол 300 мың теңге аласыз бір рекламаға. Өзімнің опытыма сүйене отырып айтып отырмын. Және менің каналымдағы видеолардың барлығы өзімнің тәжірибеме сүйене отырып айтылған нәрселер. Бір аспаннан бір цифралар алып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Одан кейін үшінші ютуберлер ақша қайдан табады? Үшінші түрі ол өзіңіздің қызметіңізді немесе тауарыңызды сату арқылы. Яғни сіз машина жөндейтін мастерсіз, сіз өзіңіздің көрермендеріңізге спокойно айтасыз. Машина жөндеуді барлығын көрсеттіңіздер, өзіңіздің специалист, барлығын сапалы түрден нақты, анық, ешқандай проблемасыз жасайтыныңызды көрсеттіңіз. Көрерменіңіздің көзіне жетті. Айтасыз көрермендеріңізге, прямо өзіңіздің қызметіңізді сатасыз. Егер де сізде Алматы қаласында орналасқан болсаңыз, және машинаңызда осында электроникадан немесе ходовкасынан, моторынан проблемалар шығып жатса, біздің адрес мынандай, осы жерге келсеңіздер болады. Алдын ала номер бойынша тіркелу керексіздер деп өзіңізге прямой клиенттер тарта бересіздер. Және сіз өзіңіздің мастер екенін дәлелдегеннен кейін сіз көбірек баға айта аласыз. Өйткені бір жөндет кез келген водитель, машина жүргізуші машинасын білмейтін адамға жөндетіп, екінші рет, үшінші рет жөндетіп, уақыт жоғалтудан орын сәл көбірек ақша беріп, кәсіби маманнан жөндеткен қайда шын мәнісінде арзан, сәл қымбат болғанмен бәрібір түбінде арзан болып түседі. Оны барлық жүргізушілер уже біледі. Немесе өзіңіздің тауарларын сатсаңыздар болады. Егер де сіз Mazda деген машинаға мынандай деталь қажет болатын болса, біздің дүкеннен алып кетсеңіздер болады дегендей, спокойно сата бересіз өзіңіздің қызметіңізді. Шын мәнісінде кез келген специалист YouTube арқылы ақша табу ол негізі оңайдан оңай нәрсе. Бір YouTube каналды бастап алатын болсаңыз, мақұл басқа YouTube каналдар ашып жабыспай-ақ қойыңыз. Шын мәнісінде бір YouTube каналдың өзімен сіздер бүкіл тек қана өзіңіздің семьяңызды емес, тағы да 10 шақты семьяны бағалатын деңгейге жеткізе аласыз. Өйткені бұл барлығы басында бүйтіп сенімсіздікпен қараған YouTube'қа, Instagram'ға, TikTok'қа, бірақ қалай пандемия болды, қалай осы карантин басталды, шын мәнісінде барлық халықтың 90%
ютубқа, инстаграмға, в общем әлеуметтік желілерге отырып қалдық кәдімгідей. Және бизнестің 50% тоқтап қалды. Ал жақсы бизнес дамыған түрі ол интернет бизнес, онлайн бизнес. Сонымен уже халықтың көзі шынымен жетті. Соған тәуелді екенін түсінді. Даже ютубтың серверлері қатып қалды. Атау адамдар көп кірген. Шын мәнісінде мысалы 2 миллион адам кіреді, соған расчет жасалған. 2 миллион адам кіріп отырды, бірақ ютубтың 4 миллион адамға рассчитан даже. Ертең 4 миллион адам кірсе де ұстап отыратын. Бірақ YouTube қолданушылар уже 6 миллионнан асып кеткеннен кейін YouTube өзі қатып қалды кәдімгі серверлер. Уже видеолар төмен сапамен беріле бастады. Қосымша трафик бана барлығын дайындаймын дегенше біраз уақыт YouTube қатып жұмыс істеді. Бұл деген сөз уже халық YouTubeқа, Instagramға, әлеуметтік желіге кәдімгідей отырып қалды. Және ол мен өзімнің мысалымды айтам. Мен қаншама жыл режиссер, сценарист, оператор, монтажер болып жұмыс жасадым. Бірақ оның ешқайсысы осы YouTube берген табыстай маған табыс берген емес. Сіз өз-өзіңізге банады бизнесіңізді ашқыңыз келсе, осы YouTube арқылы ашыңыз. Бәрі болашақ осыған келіп тіреледі. Не үшін қазір бастау керексіз? YouTube қазір сіздердің бір тиын емес, өзінің расходы бар, 100 000 теңгедей расход шығады. Штатив аласың, свет аласың, таргетке жібересің дегенде өзінің расходтары бар. Максимум 200 000 теңге кетер. Бірақ ешқандай бизнес бұндай минимальный расходпен басталмайды. Кез келген бизнеске 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион вложение жасау керек. Одан кейін екінші плюсы, сіз тұрғылықты жеріңізге қарамайды. Любой ауылда тұрасыз, көріп тұрсыз ғой, Авди Сенпай деген TikTok блогер бар, 2 миллион подписчигі бар. Барлық интервьюларға, басқа да жерлерге шақырып жатыр. Ол әшін уже түрмен ақша тауып жатыр. Тура солай сіздер де ақша таба аласыздар. Түрмен вообще ақша жұмыс істеме деген сөз емес, ол YouTube арқылы ақша табу деген ол бастап кеттім, миллионер болып кеттім деген сөз емес. Ол постепенно шаг-шагпен келеді, бірақ ол жерден жұмыс істеме деген де сөз емес. Кәдімгідей істеп жүрген жұмыстай уақыт бөлесіз, бірақ бір плюсы ол уақыт бөлген сол еңбекке сіз баяғыда 100 000, 200 000 теңге алмайсыз, одан 10 есе көп ақша таба аласыз. Өзіңіз істеген еңбегіңізге байланысты. Одан кейін өз-өзіңізге бастықсыз. Үшінші плюс. Ешкім сізге не болды, жұмысың істедің ба, үйттің ба, бүйттің ба, таңнан кешке шейін ол жұмыста отырмайсыз. Қалаған кезде келесіз, қалаған кезде келесіз, қаламаған кезде келмейсіз. Енді ол плюсы да болып табылады, минусы да болып табылады. Өткен YouTube бастағаннан кейін сізді ешкім қамшыламайды. Ойбай, кәні істедің ба, не істедің, кәні қандай результат. Сондықтан да YouTube бастау ең бірінші ол табандылық керек, өз-өзіңді қамшылау керек. Өткен сізді ешкім ұрыспайды ол жерде. Не болды, бастадың ба, YouTube'ыңды қойдың ба, видеоңды түсірдің ба, жоспарыңды жаздың ба, YouTube'қа салдың ба, ендігі видеоңды түсірдің ба деген секілді ешкім ұрыспайды. Өзіңізді еріншек болып істемей қоятын болсаңыз, әрине ол қиындық туындайды. Бірақ шын мәнісінде мен сіздерге айтайын, бір 6 ай уақытыңызды қинап өз-өзіңізді сол YouTube'қа жұмыстап, просмотр болмаса да ары қарай түсіріп өз-өзіңізді қамшылайтын болсаңыз, сіздер міндетті түрде жетістікке жетесіздер. Енді басында мен өзімнің YouTube каналым білесіздер, киностудия Мейрам. Бұл жерден басында мен 3 жыл, қазір мен сіздерге статистикасын көрсетем. Бүкіл YouTube каналының статистикасын көрсетем қазір мінекей. Мынау 2015-те ашылған біздің канал. 2015 июньде ашылған. 15 жылы 15 июньде ашылған. Бірақ 2017-ның 2017 емес даже мұны 2019-дың 15 июльна ішінде, яғни 2015, 16, 17, 18, 19, 4 жыл ешқандай не болған жоқ. Особый банады бір скачоктар болған жоқ, бір көп подписчик жиналған жоқ, просмотрлар жиналған жоқ. Өткен мен YouTube'пен айналсам, YouTube арқылы күн көрем деген вообще ойымда да болмаған. Мен бұл YouTube арқылы тек қана мана видеоларымды салам, сол арқылы таныла берсін, бізге клиенттер келе берсін деп сондаймен жүргем. Бірақ кейіннен барып уже көзім ашылды, YouTube бұл болашақ екеніне көзім жетті. Одан кейін барып мен бүкіл инструменттерді үйреніп, негізі шын мәнісінде ана жерден бастап үйрене бастадым, көрдіңіздер ме? Сәл көтерілген. 2017-тен бастап жай керек-ау деп жүрген кездер ғой, YouTube арқылы бір пайдасы тигізер. Бірақ реально айтқан кезде 15-ші мынау 2019-дың ортасынан бастап мен кәдімгідей кірістім, бүкіл орыс ютуберлерін, шетелдік ютуберлерін көріп, сабақтарын сатып алып, қалай даму жолдарын зерттеп, бүкіл инструментті қолданған кезде міне қандай скачок болды. Көріп тұрсыздар ғой. Қателердің тураладым, ары бері жай ғана бір превьюді ауыстыру арқылы қандай жетістікке жетуге болады.
YouTube арқылы қалай ақша табуға болады, бүкіл инструменттерін кәдімгідей сығып алдым да бері қарай. Соны бүйтіп қолданған кезде уже кәдімгі скачок болды. Қазір Құдайға шүкір 300 мың подписчиктен бірден бір жылдың көлемінде 1 миллион подписчикке бірақ жетті. Тура сол инструменттерді екінші каналға қолдана бастадым. Неке Мейрам ТВ каналына қолдана бастадым. Бұған уже сәл кешірек қолданымды көріп тұрсыздар мына жерде. 2020 мына жерден бастадым. 2019-дың почти 2020-ның басынан бастадым да. Уже анау бір канал дамытып алдым ғой. Көзім жетті, бұл арқылы ақша табуға болады екен, бұл арқылы үлкен жетістікке жетуге болады екен деп уже көзім жеткеннен кейін мен бүкіл уже күшті осығанда жұмсай бастадым. Ары қарай уже экспериментальный 3-ші, 4-ші каналдар аштым. Олар да үлкен жетістікке жетіп жатыр. Одан кейін тағы 5-6 канал ашып, мысалы, сатуға да болады каналдарды. Ашып алып, жетістікке жеткізіп, монетизацияға қосып сатуға да болады. Бір канал 100 мың, 200 мың теңге сатуға болады. Сол арқылы да ақша табуға болады. Енді ол туралы бөлек видеоларда айтатын боламын. Мінекей мынау әшейін бір каналдың несі статистикасы көріп тұрсыздар. Негізі бір жылда жиналған доход қой мынау. Именно киностудия Мейрамдағы доходты қазір көрсетем. Мынау бір айлық доход. Бүкіл осы уақытқа шейін жиналған доход. Шын мәнісінде мына доходтар есептемесе де болады. Күніне бағана $10, $20. Амяқта уже күніне 70, 80, $100 жиналған кездер көрдіңіздер, 90, $100. Уже оны алгоритм біліп алдым, мен қалай күніне $100 түсіруге болады мысалы. Оның бәрі бір шын мәнісінде айтып отырмын, ертегі ешнәрсе емес, бұл тек қана просмотрдан түсетін ақша. Оның басқа да түрлері бағанадай. Бір рекламадан 40 мың теңге, басында бір рекламадан 40 мың теңге ала аласыз. Уже подписчигіңіз көбейген сайын 100 мың теңге, 200 мың теңге әшейін бір рекламадан аласыз. Әжептәуір бір каналыңызды бір жетістікке жеткізіп алғаннан кейін. Уже бұл доход сіздің бана ютубтан түсетін доход жай ғана карманный расходы дейді ғой, ары бері тұрып жүруіне ғана жұмсайтын боласыз да. Ал басты бана табыс уже өзіңіздің қызметіңізді, тауарыңызды сату арқылы табатын боласыздар. Сондықтан да барлықтарыңызды YouTube арқылы ақша табуға шақырамын. Және мен жеке видеоның астында комментарияда немесе описанияда мен Instagram парақшам бар, сол жерге директке жазыңыздар маған жекеге. Сөйтіп мен алған бүкіл жасаған қателіктерімді барлығын айтып, сол қателіктер сіздер жасамайтындай қалай үлкен жетістікке тез жету жолдарын мен сабақтарымда, жеке сабақтарымда қатысып, сол жетістікке жете аласыздар. Әрдайым одан кез келген сұрақтарыңызға тікелей менен жауап аласыздар. Енді мен аптасына бір рет эфирге шығып отырамын біздің көрермендермен. Жеңіл сұрақтар болатын болса, прям сол группада, арнайы группаға қосыласыздар, сол группада жауап беріп отырамын. Және сол сабақтардағы білімді пайдаланып отырып, екі ютуберіміз күміс кнопка алды. Доходын әжептәуір көтеріп алды. Мынау Серік Таласов деген менің өзімнің әріптесім. Мінекей. Бұл кісі де мен келіп студияға алғысын айтып, немен бөлісіп кеткен өзінің отзывтарымен. Қазір уже 200 мың подписчикке жетіп қалды. Және екіншісі Апше деген серияның несі, бана Big Production серияның авторы, уже 241 мың подписчик болды. Бұл кісіге біз серебряный кнопкасын да алып бердік, монетизациясын да кәдімгі толыққанды қосып бердік. Жақын арада бұл кісінің өзі де отзывтарын тастап кететін болады каналға. Кәдімгі результаттар налицо, сондықтан да еш өкінбейсіздер. Және керемет бонус бар. Дәл қазір ең бірінші хабарласқан 10 адамға жеке сабаққа қатысуға 50% жеңілдік береміз. Сондықтан да асыңыздар, мен Инстаграмға өтіп, жекеге директке жазыңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоларда және миллионерлер қатарында көріскенше сау, сәлемет болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайықтайым. Алға қойдым, енді қайтпайым, сен үшін толықтайым және арық